Қайдасың, балақай, ой салар әңгіме. Қайдасың, балақай, сенсіз күніміз не болмақ? 80 жылдардың ортасында Ленинградта орын алған оқиға еді. Бірде Василевский даңғыл бойында маршруткамен келе жатқан. Көрші орындықта 6 жасар балақай мазасызданып келеді. Анасы терезеге үңілген қалпы үндемей қалыпты. Бала анасының жеңінен тарта берді, қыңқылдай берді. Терезенің арғы жағынан ағаштар зуылдап өтіп жатыр. Сыртта жаңбыр жауып тұрған. Айнала күңгірт боп тұр еді. Бала бір нәрсе сұрап жатыр. Бір сәтте шешесі бұрылды да баланы қолынан жұлқып қалды да зәрлі дауыспен: «Маған не қыл дейсің?» деді. Бала сасып қалды. «Не істе дейсің деймін саған. Сен өзіңнің кім екеніңді білемісің? Сен ешкім емессің. Түсіндің бе? Ешкім емессің». Тура баланың бетіне қарап тұрып, осылайша бақырып берді. Бала шешесінен көз алмай қарап тұр. Басы дірілдеп кеткендей көрінді. Әлде мен дірілдеп кеттім бе екен? Арқам терлеп кетті. Басыма сарт еткен алғашқы ой: осындай сөзді балаға айтуға бола ма екен? Айтып тұрғаны рас па? Дәл қазір кім туралы ойлап тұр екен? «Көргім келмейді сені», деп анасы қатқыл сыбырлады. «Сен оны өлтіріп қойдың ғой», дедім. Бірақ мені ешкім естімеді. Маршруткадағы елдім болмағандай ұйқысырап отыр. Мен қимылдай алмай отырмын. Бала жыламады. Баланың қолын қағып жіберді де қайтадан терезеге үңілді. Бала тым-тырыс қалды. Бағанағыдай қыңқылдамады. Қарсы алдындағы орындықтың жыртылған арқалығын қарады да қатып қалды. Орнымнан қарғып тұрып, анасын күл парша еткім келді. «Ех, сен, мұндағы ешкім емес сенсің. Сен баланы тірідей өлтірдің ғой», деп бала болмағанда солай етерем. Баланың көзінше олай ете алмадым. Көзімді жұмдым, терең тыныстадым. Өз-өзімді тыныштандырдым. Көзімді ашсам, көз алдымдағы кәмпитті көрдім. Жас жігіт, шамасы студент, балаға кәмпит ұсынып жатыр екен. Қолындағы кәмпитін сілкіп қояды. «Ал» дегені: «Ала ғой, бұл саған», деді. Бала алды. Сосын жап-жас жігіт оған екіншісін берді. Бала ойланып қалды. Екіншісін де алды. Арғарай көз жазымды тоқтата алмайтын көрініс болды. Бала кәмпитін жемеді. Ол анасының қолынан тартты. Анасы бірден қарамады. Біраздан соң қарады. Шамасы тағы ауыр сөз айтқысы келді. Бала анасына қолындағы кәмпитін ұсынды. Анасы баласына бір кәмпитке бір қарады. Түрі қалай өзгергенін қалт жібермей қадағалап отырмын. Бала анасының сасып қалғанын басқаша түсінді білем. Анасына екінші кәмпитті де ұсынды. Анасы қолы күйіп қалғандай дір етті. Кәмпиттерін дереу баласына қайтарды. «Жегім келмейді», деді ол. Екі кәмпитті баланың алақанында тұр. Бала қолын түсірмеді, ұсынған күйі қатып қалғандай. «Өзің же», деді анасы. Бағанағыдай емес, бәсең үнмен: «Мен жегім келмейді». Шын айтам. Бала бір кәмпитін анасының тізесіне қойды. Сол сәттегі тыныштықты ешқашан ұмытпаймын. Сол бір кішкентай адамның бойындағы естелікті де
ұмыту қиын. Бір сәтте кішкентай балақай есті азаматқа айналып шыға келді. Анасы Захор әйелден кереметтей сұлу, әрі жап-жас әйелге айналды. Жұртты қайдам өзіме солай сезілді. Анасы үндемей отыр, ұзақ үндемеді. Баласын тап қазір көргендей тесіліп қарады. Сосын құшақтады. Баласы да оны қатты құшақтады. Сосын кәмпитті қабығынан аршыды да анасына берді. Анасы кәмпитті аузына салғанша өзі жемей отырды. Мұндайды көргендерің бар ма? Тағы да шок болдым. Бірақ басқа шок. Сол сәтте өзім туралы ойладым. Іштей ойлағаным. Отырсың мұнда тақуа боп, жаңа ғана тұра салып, анасын айыптап салуға оқталып ең, быт-шытын шығарып, жұлып жеуге, өзгерте салуға дайын тұр ең. Сол ісіңнен ұрыс-керістен, айқай-шудан басқа түк таппас ең. Ал бала болса кеңдік танытты. Қарашы, шынашықтай баланың жасаған мәрттігін, ерлігін, ұлылығын, ол басқаша жол тапты. Анасын жүрекпен, ниетпен, бір ауыз сөзсіз, ыстық ықыласпен жеңді. Балаға кәмпит берген жас жігіттің ерлігін айт. Ол да тегіннен тегін екеу қылып бермеді ғой. Жан-жағыма қарадым. Маршруттың артқы терезесінен көз ұшында тездете басып кетіп бара жатқан жас жігітті көріп қалдым. Анасы мен баласы бір-біріне басын түйістіріп отырып, кәмпиттерін жеп отыр екен. Керемет сүйіспеншілік. Осы кезде жүргізуші менің аялдамамды атады. Шығып бара жатып баланың қолына қолымды тигіздім. Оған білдірген разылығым еді. Ол түсінбеген болар, бірақ ар жағы маңызды емес. Мен сол күнгі сабақты ұмытпай келем. Есте сақтап жүргеніммен соның толық мағынасын түсінуге жылдар кетті. Тәрбие деген осы екен. Мұндай тәрбиені ересектердің бәрі біле бермейді. Адам тек өнеге көрсете білсе тәрбиелейді. Айғай, айыптау, ұрып-соғу тәрбие емес. Тек өнеге, басқа ештеңе керек емес. Бала өнеге көрсетті. Анасына да, маған да, ол бізді өзгертті. Қайдасың, балақай, қазір қандай болдың екен? Сен біздің қоғамға өте қажетсің. Сенсіз күніміз қараң. Тыңдағандарыңызға рахмет.